Құрметті достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Қоңырауға қол қойып, өткізбеу үшін қоңырауды басыңыз. Ник Вуйчич, өмірде шектеу жоқ. Қолың шолақ болса да, ойың шолақ болмасын. Өмірімде жонкалемді саяхаттай жұрт адам рухының мықтылығына сан мәрте куә болдым. Ғажайыптың кездесетініне еш шүбәм жоқ, бірақ ол үмітін үзбегендерге ғана бұйырады. Үміт деген не? Ол арманның бастауы, қайнар көзі. Биік мақсатыңыздың дауысы. Ол сізді басыңызға қандай күн туса да, оның ішкі әлеміңізге қатысы жоқ деп сендіреді. Басыңызға түскен кез келген жағдайды бақылауда ұстай алмассыз. Алайда өзіңіздің қиындықтарға қарым-қатынасыңыз бен реакцияңызды басқара аласыз. Кіші Мартин Лютер Кинг әлемдегі күллі әрекет үмітпен жүзеге асады деген. Кеудесінде шыбын жаны барда адамның үміті де таусылмайды. Біз пендеміз. Болашақты болжай алмаймыз, бірақ қалай боларын бағамдай аламыз. Құдай ғана тағдырымызды біледі. Оның жоспары да бізге беймәлім. Үміт жаратқанның сыйы, болашаққа ашқан терезесі. Үмітіңізді үзбеңіз, тәуекел етіңіз. Ең қиын жағдайдың өзінде жақсылыққа ұмтылудан шаршамаңыз. Иә, кейде жасаған дұғаларымыз бұл өмірде жауапсыз қалып жатады. Тауқыметке тап боламыз. Ең жақсы, таза адамдардың өзі туғанынан айырылып, бақытсыздықты бастан кешеді. Бірақ жасаған дұғаңыздың қайырымы түбі боларын ұмытпаңыз. Гаитиде, Чилиде, Мексика мен Қытайда орын алған жойқын жер сілкіністері өмірде бақытсыздықтар мен трагедиялардың үнемі болып тұратынын тағы бір рет көрсетті. Табиғи апаттардан мыңдаған адам көз жұмып жатады. Олардың армандары мен үміттері де бірге сөнеді. Ана баласынан, бала анасынан айырылған жайттар қаншама. Осындай қасіреттерді көре тұра үміт үзбей қалай өмір сүруге болады? Мұндай қасіреттерді естігенде, осы оқиға арқылы мыңдаған адам тәубесіне келді ғой деп өзімді жұбатамын. Үміт дегеннің өзі құр сөз болып қалғанда, қайғыға душар болған сол аймақтарға жүздеген студент, дәрігер, инженер, құтқарушылар өз еркімен барып, нәубетке тап болғандарға қол ұшын созады. Өз күш қайраты мен қабілет қарымын адамдарды құтқаруға жұмсайды. Үміт ең қиын кезеңде де үзілмейді. Бұл Құдайдың хақ екенінің тағы бір дәлелі емес пе? Менің азабым, мен көрген адамдардың қиналысымен салыстырғанда түкке тұрмайды. Жақын адамымнан айырылып көрдім. Немере ағам Рой қатерлі ісіктен 27 жасында көз жұмды. Отбасымызбен туған туыс, жамағат болып дұға жасаған еді. Жақын адамды жоғалту түсініксіз, ауыр сезім. Міне, сондықтан сенім мен үшін өте маңызды. Ол жердегі жаратылыстан да жоғары тұрған ұғым. Абсолютті үміт тек көкте бар. Ройды отбасын ұзақ жоқтаған жоқ. Ол қазір о дүниеде, бұл өмірдің азабынан құтылды. Құдай пенденің маңдайына көтере алатын қиындықты ғана жазады. Мен бұл өмірді о дүниенің бір бөлігі ғана деп білемін. Бізді жақсы ма, жаман ба келер өмір күтіп тұр. Бәлкім бұл дүниедегі өмірім жақсы болмайтын шығар, бірақ о дүниедегі жағдайым жақсы боларына сенемін. Осы өмірдегі дұғам жауапсыз қалғандай көрінсе, адамдарға қарайласамын. Егер қайғыңыз ауыр болса, онда басқалардың қайғысын жеңілдетуге көмектесіңіз, үміт сыйлаңыз. Рухын көтеріп, қайғы кешіп жүрген жалғыз ол емес екенін ұқтырыңыз. Өзіңіз не қалайсыз, оған соны көрсетіңіз. Жанашырлық танытыңыз. Сырласыңыз, өзіңізге дос керек болса, алдымен өзіңіз дос бола біліңіз. Өз үмітіңіз үзіліп бара жатса да, өзгеге үміт сыйлаңыз. Мен әлі жаспын, бәрін білетін адамдай көрінгім келмей. Бірақ үмітсіздік пен шарасыздық меңдеп, дұғамызға осы өмірде жауап болмай, өмір қорқынышқа айналғанда бізді құтқаратын төңірегіміз бен қарым-қатынасымыз екенін түсінемін. Ондайда мені құтқаратын Құдаймен қарым-қатынасым, оның сүйіспеншілігі мен даналығына деген сенімім. Теңдессіз сый. Үміттің бұл өмірдегі ең күшті сезім екеніне сенімім 2008 жылы Қытайға алғаш барған сапарымда беки түсті. Ұлы Қытай қорғанын көріп, әлемнің 7 кереметінің бірі саналатын бұл ерен қабырғаның асқақтығына таң қалдым. Бірақ алда одан да керемет дүние күтіп тұрған еді. Кішкентай Қытай қызының көзінен қуаныштың ұшқынын көрдім. Басқа кішкентай балалармен бірге ол да Олимпиада ойындарына лайық өнер көрсетті. Кішкентай қыздың зор үміті анық байқалып тұрды, көз ала алмай қарап отырдым.
Басқа балалардың ортасында билеп жүрген ол маңдайына тіреп алған таяқшаның ұшындағы зыр айналған табақты құлатпай, жан тәнімен беріліп өнер көрсетті. Оның жүзінде салтанат құрған бақытты көрген менің көзіме жас үйірілді. Бұл өңірде бірнеше ай бұрын жойқын зілзала болып өткен. Соның кесірінен жойылып кеткен аймақта тұрған балалардың барлығына жуығы жетім қалыпты. Жалпы саны 400. Жаңағы жүзінен бақыт нұры төгілген кішкентай қыз да сол балалардың бірі еді. Үйлестірушім мен көмекшіммен бірге арнайы жоспарлап, балалар үйіне сыйлықтар апардық. Олармен әңгімелесуге рұқсат сұрадым. Жетімдер үйіне барғанда жер сілкінісінен қираған ғимараттарды, қиындықтарды көрдім. Мұндай кезде дұрыс сөз табу да қиын. Жер олардың жақсы көретін, білетін дүниесінің бәрін жұтып қойған. Бұған дейін дәл сондай ауыр күйге түсіп көрмеп едім. Оларға не айтсам екен? Біз оларға жылы киім тарту еттік дегенмен үміт сыйлай алдық па? Балалар мені бірден қоршап алды. Бірінен соң бірі келіп құшақтады. Олардың тілін түсінген жоқпын, түсіну маңызды емес еді. Сөйлеспей-ақ ұғыстық. Олар жағдайларының қиындығына қарамастан бақытты еді. Не айтамын деп бас қатыруды қойдым. Жігерлендіретін сөздің де керегі жоқ еді. Керісінше, ата-аналарынан, үйлерінен, барынан айырылған балалар мені жүрегінің тазалығымен шабыттандырды. Олардың көзінен, жүзінен шынайы қуаныш сезімі алаулап тұрды. Осы бағыттарынан танбаса, әлі-ақ азамат болып, нағыз жетістікке жетеді. Оларға осын айттым. Үздіксіз армандаңыз, тәуекелге бел байлап, ынты-шынтыңызбен мақсатыңыздың ізіне түсіңіз. Кез келген мәселені шеше алатын қабілетіңізге еш күмәнданбаңыз. Қытайдағы жетімдер үйінде, Мумбайдағы кедей аудандарда, Румыниядағы түрмелерде адамдардың қиындықпен және өздерімен қалай күресіп жүргенін көрдім. Жақында Оңтүстік Кореядағы әлеуметтік орталықта болдым. Ол жердегілердің кейбірі мүгедек, енді бірі жалғызбасты ана. Олардың ерік-жігері мені таңғалдырды. Оңтүстік Африкадағы қабырғасы бетон, терезесін тот басқан темір түрмелерде де болдым. Ең ауыр қылмыс дегендерді түрмедегі ғибадатханаға да кіргізбейді. Бірақ олардың өз камераларында псалом, діни ән жыр айтқанын естідім. Құдды бір аспаннан Құдайдың өзі түсіп, олардың әрқайсының жүрегін қуанышпен толтырғандай. Иә, бұл адамдар темір тордың ар жағында отыр, әйтсе де олардың рухы азат. Өйткені оларда үміт пен сенім бар еді. Бостандықтағы кей адамдарға қарағанда сол адамдар еркіндікте сияқты сезілді. Біздің де жүрегіміздегі үміт оты сөнбеуі керек. Иә, қайғының да өз қызметі бар. Бұл табиғи сезім, бірақ күні-түні оған ерік бермеуіңіз керек. Сезіміңізді басқарып, жақсылық ойлаңыз. Өз ісіңіз өзіңізді шабыт тандыратындай болуы керек қой. Мен діндар адам болғандықтан ең қайғылы кездерде діни сенімге жүгінемін. Бухгалтерлік дайындығым прагматик болуға мүмкіндік береді. Егер сіз үмітсіз жүрсеңіз, онда өміріңізде бір жақсылықтың болу ықтималдығы да нөлге тең болып көрінеді. Нөлге. Қауіпті естіледі, иә. Жайма шуақ кездерде наным сенім сөзсіз күшейе түседі. Меніңше, сіздің өміріңіз осы кездері жақсы жаққа айрықша өзгереді. Үміт, сенім мен махаббат сияқты руханияттағы ең негізгі діңгектің бірі. Ойыңыз қандай болса да үмітсіз жүру мүмкін емес. Өмірдегі жақсылықтардың бәрі үміттен басталады. Мысалы, онсыз отбасын қалай құрасыз? Жаңаны қалай үйренесіз? Үміт алдағы қадамдарыңыздың трамплині. Осы кітапты жазу барысында менің оқырмандарым осы еңбегім арқылы жақсы, шекарасыз өмірге жол табады деген үмітім болды. Інжілде Құдайдан үміт үзбегеннің күшіне күш қосылады. Қанатын қырандай қағып, көкке самғайды, ешқашан ұмытпаңыз. Алға жылжуды жалғастырыңыз, өйткені әрекет шексіз мүмкіндіктер тудыратын серпін береді. Тамшы тасты да теседі. 2009 жылы Гаитиде күллі әлем назар тіккен сұмдық жер сілкінісі болды. Бұл апат нағыз трагедия еді, бірақ адам айтқысыз қайғылы жағдай адамдардың жақсы қасиетін оятты. Аман қалғандар алдында тұрған сансыз қиындық барын білді, біле тұра жеңіле салған жоқ. Марияның ұлы Эммануэльді бәрі үйіндінің астына қалды деп ойлады. Жер сілкінісі кезінде жас тігінші анасымен бірге пәтерде еді. Анасы қашып шығады, бірақ баласын таппай қалады. Үйі қирап, үйіндіге айналады. Мария ұлын құтқарушылардың қосынынан іздейді, ол жерден таппайды. Ұлым табылып қалар деген үмітпен анасы күтумен болады.
Бірнеше күннен кейін баласын іздейін деп үйіндіге тағы келеді. Алаңда ауыр техника жұмыс істеп жатқан еді, ештеңе естілмейтін. Бірақ бір жерге келгенде ұлының дауысын еміс-еміс естігендей болады. Осы сәтте оны құтқара алатыныма көзім жетті дейді кейін анасы журналистерге. Мария ұлының үйінде астынан көмек сұрап жатқанын бәріне айтады, бірақ ешкім көмекке келе қоймайды. Шетелдік құтқарушылар тобы келгенде ғана кәсіби инженерлерге жолығады. Мария ұлының тірі екеніне оларды сендіреді. Арнайы құрылғылардың көмегімен ұлының дауысын естіген жерді қаза бастайды. Бетондарды алып, арматуралар мен құрылыс қоқыстарын аршиды. Қазу жұмыстарын тоқтатпайды. Bir кезде Эммануэльдің қолы көрінеді. Құтқарушыларға ұмтылған үміт қолы. Ақырындап иығын шығарады, сөйтіп оның өзінде құтқарып алады. Ол үйіндінің астында 10 күн жатқан. Әлі біткен, шөл қысқан. Бірақ тірі, аман, кейде бәрі мүмкін. Ғажайыпта мүмкін деген сенім бойдағы жалғыз күш. Марияның өмірінде де солай. Аспан айналып жерге түссе де, ол жеңілген жоқ. Құдайдың сізге барлық арман тілеуіңізді беретініне сеніңіз. Сенім Марияны әрекетке сүйреді. Ол әрекет етті, соның нәтижесінде ұлының дауысын естіп құтқарып алды. Эммануэльді құтқарған Марияның үміт екені ап-анық емес пе? Мүмкін, тап қазір өмір сізге мейірімін төгіп тұрмаған шығар, дегенмен жер бетінде аяқ басып жүрсеңіз, ұмытпаңыз, бәрі де мүмкін. Үміт ұшқынын өшірмеңіз. Бәрі де мүмкін дегенге сенбеуіңіз мүмкін, алайда үміттен күдер үзбеңіз. Немесе шарасыз күйге түсіп, құрдымнан шығу мүмкін емес деп ойлайтын шығарсыз. Мен де сондай күйге түскенмін. Менің өмірім жақындарымның мойнына артылған ауыр жүк деп ойладым. Иә, атанам қол аяқсыз баланы тәрбиелеуге дайын болған жоқ. Үміттері де жоқ еді. Оларды бұл үшін кім кінәлай алады дейсіз? Әлемдегі барлық атана өз баласына бар жағдайды жасағысы келеді. Атанам үшін мені қандай болашақ күтіп тұрғанын ойлауда қиын еді. Оны ойлау өзіме де ауыр тиетін. Өмір туралы арманымыз бен үмітіміз қатал шындыққа тап келіп, шытынап жатады. Бейне бір үлкен жылдамдықпен бетонға соғылған автомобиль сияқты. Сіздің жағдайыңыз сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ ауыртпалығыңыз адамдарға таныс. Жас өспірімдер отбасындағы зорлық-зомбылық оқиғаларын, қатыгездікті айтып, маған жиі хат жазады. Үлкендер тап болған қиындықтарын әңгімелейді. Көбі ішімдік, есірткі, порнографиямен байланысты. Кейде әлемдегі адамдардың тең жартысы қатерлі ісікпен ауыратындай, я басқа да дертке шалдыққандай көрінеді. Осындай сәттерде үмітті қалай сақтап қалуға болады? Құдайдың сізді өмірге бекер келтірмегеніне сеніңіз. Өміріңізді жаратқанның мақсатына арнаңыз. Қандай қиындыққа тап болсаңыз да, сіз туғанда жол сілтейтін мейірім қоса жаралғанын ұмытпаңыз. Қиын сәттерде менің атанам туралы ойлаңыз. Мен туғанда олар тап болған үмітсіздік жағдайы қандай еді? Жақсылыққа сеніңіз. Арқаңыздағы жүк көтеруге келмейтіндей ауыр болып көрінген кездерде де жақсы көңіл күй мен мықты мотивациядан арылмаңыз. Алдымда тұрған қиындықтарды бағамдай білетін жасқа жеткенде қатты қайғыратынмын. Өмірімнен жақсы дейтіндей ештеңе көрген жоқпын. Сізге де күмәндану сезімі таныс екеніне сенімдімін. Бәріміздің жетістікке жеткіміз келеді. Алайда кейде өзімізді сәтсіздікке ұрынардай сезінеміз. Күмән мен сенімсіздік әдетте физикалық тұрғыдан туындайды. Сізді не мазалайтынын білмеймін, маған үміт көмектесті. Өмірімде орын алған үміт сыйлар оқиғаның тағы бір жарқын мысалын әңгімелеп кетейін. Дәрігерлер атанама мені мүгедек балалар тобына беріңіздер деп кеңес бергенде әлі кішкентай едім. Олардың кейбірінің аяқ қолы жоқ еді, енді бірі фиброзбен ауыратын, тағы бірінің психикалық ауытқушылығы бар. Атанам мүгедек балалар мен олардың ата-аналарына үлкен махаббатпен қарады. Алайда олар менің тек мүгедектермен ғана араласқанымды қаламады. Атанам менің толыққанды өмір сүретініме сенді және сол үшін күресті. Анам, Құдай оған разы болсын, бірден маңызды шешім қабылдады. Николас, сен дені сау балалармен ойнауың керек, себебі сенің де денің сау. Аяқ қолың жоқ шығар, бірақ ол маңызды емес деді. Осылайша анам мені үнемі жігерлендірді. Өзімді мүгедек сезініп, ынжық болып өскенімді қаламады. Атанамның сапалы өмір сүре алатыныма сендіріп, еш шектеусіз тәрбиелегенін енді түсініп жүрмін. Ондай құқықсыз де бар. Айналаңыздағы адамдар сызған шекаралар мен кертартпалықтың бәрінен құтылуыңыз қажет.
Көптеген адамдардың басқалар не айтады деп өзін шектеп тастайтынын байқаймын. Кейде шаршап, өзімді жайсыз сезінгенде, дәрігерге көрінудің орнына демалыс орындарына баруға тырысатынмын. Бірақ ата-анам ондайға жол бермейтін. Жұрттың қасаң пікірі мен жалған түсініктің артына тығылып қалу өте оңай іс. Кейбір адамдар оны ақталу үшін пайдалануға тырысады. Кейбіреулер одан аттап өтеді. Мүгедектігіне қарамай, белсенді өмір салтын ұстанып, үлкен жетістіктерге жетіп жүр, гендерде баршылық. Сізді мүмкіндіктеріңіз бен еркіндіктеріңізді шектейтін кез келген әрекеттен бас тартуға шақырамын. Мен Құдайдың баласымын. Оның әрдайым менімен бірге екенін жақсы білемін. Ол менің қандай жүкті көтере алатынымды біледі. Адамдар қиындықтары мен проблемалары жөнінде айта бастағанда көзіме жас келеді. Қиналып, қайғырып жүргендерден Құдайдан үмітін үзбеуін өтінемін. Құдай бәрімізге көмектеседі. Осы ойым сізге күш берсін. Жігерленіп, қиялың жеткен жерге дейін армандап, тек алға ұмтылыңыз. Әрине, жолыңызда қиындықтар жолығады. Сабыр сақтаңыз. Қиындық мінезді шыңдайды, сыласыз. Қателіктен сабақ алыңыз және екінші рет қайталамаңыз. Мүмкін, сіздің орындалмай жүрген керемет бір арманыңыз бар шығар. Ондайда Құдайдың сізге қатысты ерекше жоспары бар екенін ұмытпаңыз. Сіздің арманыңыздан да зор жоспар болуы мүмкін. Қалағаныңызға түрлі жол арқылы жетуге болады. Өз жолыңыз өзіңіз күткендей болмаса, еш қапаланбаңыз. Бионикалық бала емед. Қозғаушы күш. Ол сізді бағынбастай көрінген кедергі атаулыдан құтқарады. Еңбектенуден шаршамаңыз, берілмеңіз, сонда қозғау салар күш пайда болады. Үмітсіз ойламаған мүмкіндіктерді тудырады. Адамдар көмек беруге ұмтылады. Есіктер айқара ашылады. Жолыңыз ашық болады. Әрекеттің реакция тудыратынын ұмытпаңыз. Арманыңызға қолыңызды бір сілтегіңіз келгенде, тағы бір күн, тағы бір апта, тағы бір ай, тағы бір жыл тынбай жұмыс істеуге өзіңізді мәжбүрлеңіз. Берілмесеңіз, кейін нәтижесін көріп таңғаласыз. Бастауыш мектепке баратын уақыт келгенде, ата-анам дені сау, аяқ-қолы бүтін, қарапайым балалармен бірге оқығанымды қалады. Олардың табандылығының арқасында мен Австралиядағы кәдімгі мектепте оқыған тұңғыш мүгедек бала болдым. Өте жақсы оқығанымның дәлелі жергілікті газетте мынадай тақырыппен мақала жарық көрді. Қоғамнан оқшауланбаған мүгедек бала жетістікке жетті. Мақаланы безендіруге қарындасым Мишельдің мүгедектерге арналған арбамды итеріп бара жатқан суретін қойған екен. Мақала өте үлкен қызығушылық тудырды. Тіпті мектебімізге шенеуніктер келді. Елдің түкпір-түкпірінен ашық хаттар, сыйлықтар және шақырулар ала бастадым. Сол мақаладан кейін шотымызға біршама қаражат түсіп, ата-анам маған арнап протез жасатты. Протез сатып алуды ата-анам 6 айлығымда ойластыра бастаған екен. Протез қолым ебедейсіз еді. Қол мен білек механикалық басқышпен трос арқылы жұмыс істейтін. Бұл құрылғы өз салмағымнан 2 есе ауыр болатын. Онымен жай ғана тепе-теңдікті сақтаудың өзі ауыр болды. Бірақ уақыт өте келе, оған аса құштар болмасам да басқаруды үйрендім. Ол кезде мен титтей аяғым мен иығым, сосын тісіммен заттарды алып үйренгендіктен бионикалық қол өмір сүруімді қиындатып жіберді. Ата-анам түңілгендей еді, ал менің өзіме дегенсе, німім күшейіп көп нәрсені өзім істеуге ұмтылдым. Ата-анама тек алғыс айтумен болдым. Табандылық өз жемісін береді. Алғашқы эксперимент сәтсіз болғанымен өмірімнің жақсы жаққа өзгеретініне сендім. Менің оптимистік көзқарасым мен өр рухым Lions Club қайырымдылық қорын жігерлендірді. Олар ем-домға және жаңа арба сатып алуға $200 000 қаржы жинады. Бұл қаржыға біз Торонто қаласындағы заманауи протездер жасалып жатқан балалар клиникасына келдік. Дәрігерлер ақылдаса келе протезді қолданғанымнан гөрі өз бетімше қимылдағаным дұрыс деп шешті. Ғалымдар мен өнертапқыштардың маған арнап жаңа протез ойлап табамыз дегені де жігерлендірді. Бірақ өмірімді жақсы жаққа өзгертетін сондай керемет құрылғының шыққанын күтіп жүргенше, әр істі өз бетімше меңгере беруге бел байладым. Бүгінгі таңда да кез келген көмекті, мейлі, есікті ашып жіберу немесе суды алып беру болсын, қуана қабылдағаныммен, бәрібір әр адам өз бақыты мен жетістігіне өзі жауапты деп санаймын. Достарыңыз бен туыстарыңыз қиын сәттерде қасыңызға келе алады. Көмектесемін деген ниеті мен тілегіне шын жүректен алғыс айтыңыз, алайда өзіңізге үміт артыңыз.
Сіз қаншалықты күш саласыз, соншалықты алдыңыздан мүмкіндіктер есігі ашылады. Кей кездері арманыңыз қол жетпестей болып көрінеді. Мұндай сәттерде үмітті үзіп, жеңіле салуға болмайды. Талпынбайтындар ғана жеңіледі. Күндердің ғажап күнде қалыпты адамдар секілді, әртүрлі құралдарды қолданып, жүріп кететініме сенемін. Бұл Құдайдың қалауымен және жердегі себепкерлері арқылы болады. Аяқ қолды роботы техника технологиясы өте жылдам қарқынмен дамып жатыр. Күндердің бір күнде жаңа протездер бұйыртса, мені сау адамдай аяққа тұрғызады. Ал әзірше осы күніме Құдайға сансыз шүкіршілік айтамын. Өткен күннің елесіндей көрінетін проблемалар шын мәнінде бізді шыңдай түседі. Бүгінгі мәселе сіз үшін ертеңгі артықшылық болатынына сеніңіз. Аяқ қолымның жоқтығының жақсы жақтарын көре білдім. Тілімді түсінбейтін адамдар бүгінгі келбетіме қарап-ақ үлкен қиындықтарды еңсергенімді бірден ұғады. Олар сөзімде жалғандық жоқ екенін жақсы біледі. Даналық тәжірибеден туады. Тыңдармандарымды жақсылықтан үміт үзбеуге шақырғанда өз тәжірибеме сүйенемін. Менің сөзіме сеніңіздер, ол барлық сынақтан өткен. Өмірімде үмітім үзілген сәтте болды. Бала күнімде қандай оптимист, табанды, өнертапқыш болуға тырыссам да, шамам келмейтін істерді ойлағанда жаман ойлар шырмап алатын. Кез келген бала секілді тоңазытқышты ашып, балмұздақ алып, оны ашып жей алмайтыныма қынжылатынмын. Тіпті жеу үшін де біреуден тамақтандыруын өтінуім қажет еді. Сол кезде әлдеқайда маңызды сұраққа жауап іздей бастадым. Өзімді жақсы көретін әйелді таба алам ба? Отбасымды қалай асыраймын? Қалай қорғаймын? Мұндай сұрақтар көп адамды мазалайды. Бәлкім, сіз де осыған ұқсас жайлар туралы ойланған боларсыз. Әлбетте, бұл қалыпты жағдай. Бәріміз болашағымыз жайлы ойлаймыз, қалай болар екен деп елестетуге тырысамыз. Кейде жаман ой болашақ жайындағы жақсы қиялымыздың быт-шытын шығарып, тығырыққа тірейді. Мен ең қиын сәттерде Құдайды еске аламын. Ондай сәттерде құлшылық жасап медет тілеймін. Жаратқанның жар боларына сенемін. Ал құлшылық сол ойымды қуаттай түседі. Құлшылықтың көмегімен барлық жамандық жақсылыққа айналады. Оның қайырымды екенін білемін. Егер бір қиындыққа тап болсақ, демек, жаратқанның өз жоспары бар, біз оны дер кезінде түсіне алмай отырған шығармыз. Қандай жағдайда да мен Құдайдан күдер үзбеймін. Жақсы ой ойлаңыз. 11-ші туған күнім жақындап келе жатқан. Өмірімде күрделі, өтпелі кезең басталды. Ми басқаша жұмыс істеп, гормондар да белсенді бөліне бастаған. Басқа ұл-қыздар бір-бірімен кездесе бастады, ал менің сыңарым да сырласым да жоқ. Жапанда жалғыз жүргендей сезіндім. Қай қыз өзімен билей алмайтын, тіпті қолынан да ұстай алмайтын жігітпен кездескісі келеді. Сол бір кезеңде жанымды жегідей жеген қараңғы ойлардың санамды қалай тұмшалап алғанын байқамай да қалыппын. Бұл өте жиі қайталана бастады. Жаман ойлар түнгі уақытта басымды шырмап алып, ұйықтатпайтын. Сізге де таныс сезім шығар. Ондай минуттарда тұтас әлем бүкіл салмағымен еңсеңізді басып алғандай күй кешесіз. Ауыр және қиын сынақтар тынышыңызды алып, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырады. Адам баласының бәрі бақытқа жете бермейді. Жыл 12 ай 100% бақытты болып жүретіндер де жоқ. Күйзеліс пен қайғы адамға тән қалыпты сезім. Әр сезімнің мақсаты бар. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей, күңгірт көңіл-күй өз жұмысына сыни көзқараспен қарауға мүмкіндік береді екен. Ондай сезім, әсіресе есеп шығарып, салықты есептеп, мақала жазып отырғанда өте қажет. Сезіміңізді түсініп, бақылап отырғанда қайшылықты ойлар пайдалы болуы мүмкін. Егер сезіміңізге ерік берсеңіз, әрекеттеріңізді сезіміңіз басқарса, онда күйзеліске түсіп, теріс қылыққа бой алдыруыңыз әбден мүмкін. Ең бастысы, жағымсыз сезім мен күйзелістен сақтанған жөн. Бақытына орай, адам өз көңіл күйін басқара алады. Жағымсыз ойлар жақындап қалғанын сезгеннен бастап, сіз оның ағынын тоқтата аласыз. Жағымсыз ойдың неден пайда болғанын анықтауға тырысып, себебімен күресіңіз. Құдай сөзі семсер, жаман ойлардың бәрін талқандайды. Семсер Құдайдың кітабы. Сонымен қаруланыңыз және сенім деген қалқанды қолға алыңыз. Сонда сізге қауіп-қатер жоламайды. Үмітсіздік тізбегі. Өтпелі кезең деп аталатын жасөспірім шағымда өзіңді бағалау мен қабылдау өте маңызды. Сол бір уақытта мен сары уайымға салындым. Өмірімдегі жамандық жақсылықтарды көлегейлеп қалды.
Үзіліп бара жатқан үміт жібінің нәзік ұшына жармастым. Жақсы өмір сүре алам ба? Жұмыс таба алам ба? Отбасым бола ма? Әлде жақындарыма өмір бойы масыл болып өтем бе? Үмітім үзілгенше ешкімге шағымданған емеспін. Сеніңіздер, үмітті жоғалту аяқ-қолдың болмауынан әлдеқайда қиын. Егер қайғыға салынып немесе күйзеліске душар болсаңыз, онда қиналыс дегеннің қандай болатынын білесіз. Үнемі ашуланып, қиналып, қайғыратынмын. Басқалардың бәріне қиғаныңды маған неге бермедің деп Құдайға назаланатынмын. Мен не жаздым? Аяқ-қол сұрап дұға етемін. Неге жауап бермейсің? Неге көмектеспейсің? Неге мені қинайсың? Құдай да, дәрігерлер де менің неге бұлай туғанымды түсіндіріп бере алған жоқ. Ғалымдар да еш нәрсе айта алмаған соң салым суға кетті. Егер күйімнің рухани һәм медициналық себептерін білсем, мен үшін өмірді қабылдау әлдеқайда жеңіл болар еді. Мұншалықты қиналмас едім. Кей кездері өзімді тым нашар сезініп, тіпті мектепке бармайтынмын. Бұрындары өзімді мүлде аямай, мүгедектігіммен әрдайым күресіп, жақсы өмір сүруге тырысып, басқа балалармен ойнауға асығатынмын. Табандылығым мен батылдығым ата-анамды, ұстаздарымды және сыныптастарымды қатты таңғалдырған. Бірақ жүрегімнің түбінде зілдей болып қайғы жататын. Ешқашан сенімімді жоғалтпадым, құлшылық етіп дұға жасайтынмын. Аяқ-қол сұрайтын едім. Тіпті бір қол, бір аяқ берсе, қанаттанып, ұшып кетердей күйде жүрдім. Бірақ мен күткен ғажайып бола қоймады. Сөйтіп, сабырсыз күй кештім. Уақыт өте келе, осы жаратылысымның сырын ұға бастағандай болдым. Мені осылай жаратуының себебі күллі әлемге өзінің бар екенін көрсету деп ойладым. Сондағы жасаған дұғам: Құдайым, егер маған аяқ-қол берсең, бүкіл әлемді аралап, осы бір кереметті көрсетемін. Бүкіл әлем Құдайдың күшін сезетін болады. Хақ жолмен өмірімнің соңына дейін жүріп өтуге уәде бердім. Мынадай тағы бір дұғам есімде: Құдайым, сен мені осылай жаратып, кейіннен маған аяқ-қол беріп, адамдарға өз күшің мен махаббатыңды дәлелдейтініңді білемін. Бала күнімде Құдайдың бізбен әртүрлі тілде сөйлесетінін түсіндім. Оның жүрегіме ерекше сезім ұялату арқылы жауап беретінін сездім. Бірақ айналам тып-тыныш еді. Ештеңе сезінбедім. Ата-анам сенің неге бұлай туғаныңды тек бір Құдай біледі дейтін. Құдайдан сұрадым, бірақ ол жауап бермеді. Жауабы жоқ сұрақтар мен дұғалар мені қатты қинады. Себебі Құдаймен байланысым тереңдеп кеткен болатын. Менің басқа да проблемаларым болды. Біз солтүстікке қарай 1000 миль жүріп, ешбір туысымыз жоқ Квинслендке көштік. Ата-әжемнен 26 жасар немере бауырымнан жырақтадым. Көшіп қону ата-анама да оңайға соқпады. Олардың қолдауы мен махаббатына қарамастан, туғандарыма масыл болдым деген жаман ой еңсемді басты да тұрды. Көзімді қалың тұман тұмшалап, алдымдағы жолды көре алмастай күйге түстім. Адамдарға қалай көмектесуді білмедім, өзімді Құдайдың бұйрығымен пайда болған табиғаттың қателігі ретінде сезіндім. Ата-анам басқаша ойлауыма көмектесу үшін барын салды. Олар Інжілді оқып берді, шіркеуге апарды. Жексенбілік мектепте ұстаздар Құдайдың бәрімізді жақсы көретінін айтып жатты. Бірақ дертім мен қайғымнан қол үзіп кете алмадым. Дегенмен менің өмірімде жақсы естеліктер де бар. Жексенбілік мектепте балалармен қосылып ән шырқайтынбыз. Мені қолдайтындар мен жақсы көретіндер арасында шын жүректен ән айтатынмын. Сондай әндер жүрегіме тыныштық сыйлайтын. Құдайдың мені жақсы көретініне және қамқор болатынына сенуге барынша тырыссам да, жайсыз күйге түскенде жаман ойлар шырмап алатын. Ойын алаңында арбамда отырып былай ойлайтынмын: егер Құдай мені шынымен жақсы көрсе, неге маған басқалар секілді аяқ-қол бермеді? Неге мені басқалар секілді жаратпады? Осындай ойлар мазамды қашыратын. Өмірім кейін болады деген ой арбап, көңіліме кірбің түсіретін сезімдеріммен әрдайым күресетінмін. Құдай да құлшылығыма жауап бермеді. Бір күні ас үйдегі биік орындықта отырып, анамның тамақ дайындағанын бақыладым. Анамды жақсы көретінмін. Бірақ сол сәтте жаман ой келді. Анашыма ауыр жүк болғым келмеді. Биік орындықтан әдейі құлап кеткім келді. Құлаған кезде желкемнен түсіп, мойным үзіліп өлетіндей тәсіл ойластыра бастадым. Бірақ өзімді тежеп үлгердім. Егер өлмей аман қалсам, әрекетімді түсіндіруіме тура келеді. Өзіме қол жұмсау туралы ой мені шошытып жіберді. Анама осы сезімім жайында айтуым керек еді, бірақ айта алмадым.
Оны шошыткым келмеді. Мен әлі жас болатынмын, жанашыр жандарымның арқасында ешқашан жалғыз қалған емеспін, алайда оларға сезімдерімнің бәрін айта алмайтынмын. Мүмкіндіктерім мол болса да, оларды пайдаланбадым, бұл ең басты қателігім болды. Егер жаман ой мен сезім жаулап алса, жалғыз күреспеңіз. Сізді жақсы көретін жандар қуана көмекке келеді. Олар әрдайым көмектесуге дайын тұрады. Егер ешкімге сенбейтін болсаңыз, мектептегі жұмысыңыздағы психологқа барыңыз. Сіз жалғыз емессіз. Мен де жалғыз емеспін. Мұны енді түсіндім. Енді сіздің де мен сияқты қателікке ұрынғаныңызды қаламаймын. Бірақ бір кездері мені үмітсіздік жаулап алды. Іштегі күйікті тежеу үшін өмірмен қош айтысуым керек деп шештім. Әкемнің өсиеті. Бір күні мектептен келген соң анамнан ваннаға су толтырып беруін сұрадым. Шомылдырып, шығып бара жатқанында есікті жаба салыңызшы дедім. Басымды суға батырдым. Тағы да жаман ойлар санамды торлай бастады. Бәрін дұрыстап жоспарлап алуым керек болды. Егер Құдай мені осы қайғыдан құтқармаса, егер өмірімнің мәні болмаса, егер тек оқшау өмір мен жалғыздық үшін жаралған болсам, айналамдағылар үшін ауыр жүкпін. Менде болашақ жоқ. Осының бәріне нүкте қою керек. Бұдан бұрын да айтқанымдай, жүзуді үйренген кезде шалқалап жатып, ауа жинап алатынмын. Енді дем алмай, өкпемнен ауаны шығарып тастап, суға батпақ болдым. Дем алып қоймай, шыдай аламын ба? Ауаны түгел шығарайын ба, әлде жартысын ба? Ақыры, етпетіммен суға жаттым. Саналы түрде дем алмадым. Кішкентайымнан жақсы жаттыққандықтан су астында ұзақ шыдай алатынмын. Бірақ демім таусылар кезде судан атып шықтым. Мен бұлай істей алмаймын. Бірақ қара түнек ой жоғалмады. Бұл өмірден кеткім келеді. Жоғалып кеткім келеді. Тағы да демімді шығарып, суға баттым. Су астында дем алмай 10 секунд қана шыдай алатын едім. Сондықтан санай бастадым. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Санап жатқанда мынадай сурет елестеді. Ата-анам мазарында жылап отыр. 7 жасар інім Аарон да кемсеңдейді. Барлығы көз жасын көл қылып, бұл біздің қателігіміз, біз оның жағдайын жасай алмадық деп өздерін айыптап жатыр. Олардың өліміме өздерін өмір бойы кінәлап өткенін қаламадым. Мен эгоистпін. Тұрдым да, терең тыныс алдым. Өзіме өзім қол сала алмадым. Бірақ қайғым өте ауыр еді. Сол түні Ааронға 21-ге келгенде бұл дүниеден өз еркіммен кетемін дедім. Ол уақытта мектепті бітіремін, мүмкін университетті де аяқтайтын шығармын, бірақ ары қарай не боларын нақты білмедім. Басқа жігіттер секілді жұмысқа тұрып, үйленемін деп ойламадым. Маған кім тұрмысқа шығуы мүмкін? Сондықтан 21 жас өмірлік жолымның соңы секілді көрінді. Оған дейін әлі уақыт бар еді. Бұл сөзіңді әкеме айтамын деді інім. Ешкімге тіс жармауын ескертіп, ұйқыға кеттім. Түнде оянып кетсем, төсегімде әкем отыр екен. Өз-өзіне қол жұмсау жайында айтып жүрген кім? Деп сұрады. Жылы, сабырлы үнімен болашақта бізді күтіп тұрған жақсылықтар туралы айтты. Саусағымен шашымды салалап отырды, онысы жанымды жылытты. Біз әрдайым сенімен біргеміз. Бәрі жақсы болады. Соған уәде беремін деді әкем. Жылы сөйлеп, жақын тарту кез келген жаны қиналған, күйзелген балаға қажет үлкен қолдау. Сол сәтте әкемнің сөзі менің райымнан қайтуыма жеткілікті еді. Бірге жүріп, дұрыс жол табамыз деп мені сендірумен болды. Әр бала әкесіне сенгісі келеді. Бала үшін әкеден асқан беделді адам жоқ. Сол түні әкем маған нағыз қажет сөздерді айтты. Әкем мейірімді еді. Әрдайым қолдау көрсетіп, махаббатқа бөлей алатын. Өмірімнің қандай болатынын елестете алмадым, алайда әкемнің айтқан сөзі күш берді. Демек, солай болады. Әке сөзінен кейін ұйқым тыныш болды. Одан кейінгі түндерім әрқилы өтіп жатты, бірақ әке сөзіне, ана сезіміне үлкен үміт арттым. Өмірімді елестеткенге дейін-ақ атанам үмітімді оятып қойған еді. Күдік пен үрей кезеңдері кезікті, бірақ бақытыма орай мұның бәрі артта қалды. Бүгінде кез келген адам секілді мұңаямын, әйтсе де бұрынғыдай жаман ой енді мені мазаламайды. Өткен күндерімді ойлап, сол бір ауыр сәттерді еске алғанымда, соның бәрінен аман алып шыққан Құдайға мыңда бір шүкіршілік айтамын. Үміт өмір өзегі.
Мен 24 елге барып, үлкен сахналарда сөз сөйледім. Дискілер шығардым. YouTube желісіндегі видеоларымды миллионнан аса адам көрген. Миллиондаған адамның үмітін оятқан бақытты жанмын. 10 жасымда өмірмен қош айтысқан болсам, қандай бақыттан айырылар едім, ойланызшы. Өз өмір тарихымды Үндістандағы 120 мың, Колумбиядағы 18 мың, Украинадағы 9 мың адамға жеткізе алмай қалар ем. Уақыт өте келе, сол күні мені құтқарған өзім емес, Құдай екенін түсіндім. Ол өмірімді терең мағыналы, қуанышты және бақытты етті. 10 жасар бала оны түсінбеген еді. Шалыспаса жаздаған қадамымды сіздер қайталамаңыздар. Егер 1993 жылы суға батып өлсем, онда уақытша қиындықтарға нүкте қояр едім. Бірақ оның бағасы қандай болар еді? Көңілі құлазыған балақай Гавай аралдарында тасбақалармен бірге жүзіп жүрген. Калифорнияда серфингпен айналысып, Колумбияда дайвингпен шұғылданып жүрген боз баланы елестете алмаған ғой. Көңіл көтеруді қоя тұрайық, еш уақытта мыңдаған адамдардың өмірін өзгертпес едім. Мен Құдай мейірімінің кішкентай дәлелімін. Кез келген қаһарманды алыңыз, көпшілігі қиындық көрген, түрмеде отырған, зорлыққа ұшыраған, өмірлеріне қауіп төнген. Тереза Ана, Махатма Ганди, кіші Мартин Лютер Кинг бәрі де ауыр жолмен жүріп өтті. Бірақ әрқайсысы да өз арманына адал болған жандар. Сізді қиындықтар мен қайғы құрсауға алғанда, кез келген жағдайда таңдау бар екенін ойлаңыз. Егер көмек керек болса, сұраңыз. Жалғыз емессіз. Өзіңізді дамытып, арманыңызға жақындайтындай әрекет ете аласыз. Балалық шағым мен қазіргі күнімді салыстырыңыз. Сізді алда қандай қуаныштар мен жетістіктер күтіп тұрғанын кім білсін? Қанша адамға көмек беретініңізді, қанша адам үшін ғажайып жанға айналарыңызды кім біледі? Аяқ қолы жоқ менімен бірге болыңыз. Үмітті ақиқатқа айналдыру үшін менімен бірге болашаққа аттаныңыз. Сенім барша адам баласына қажет, еш дәлелді талап етпейтін қуатты күш. Сенімсіз өмір сүре алмаймыз. Сенім жайлы көбіне адамдар дін тұрғысынан айтады. Бірақ өмірде сенім кез келген жағдайда да аса қажет. Діндармын, Құдайға сенемін. Өз көзіммен көрмесем де, оған қолымды тигізе алмасам да, оның барына жан тәніммен сенемін және болашағымды Құдайға тапсырамын. Болашақта мені не күтіп тұрғанын білмеймін, алайда Құдайға сенгендіктен, ертеңімді сол анықтайтынын білемін. Бұл сенімнің тек бір түрі. Мен көп нәрсеге сенемін. Ғайып дүниенің барына да, оттегінің барына және біздің өміріміз үшін аса қажет екеніне кәміл сенемін. Көре алмаймын, ұстап, сезіне алмаймын, алайда оның бары анық, себебі мен бармын. Тірі болсам, демек, тыныс алып тұрмын, яғни оттегі де бар. Дұрыс па? Тура сол сияқты, сенім де ауадай қажет. Неге? Бар мәселе бәріміздің қиындыққа ұшырауымыз мүмкін екенде. Кейде өмірімізде жол тауып шыға алмайтындай жағдайлар кезігеді. Міне, сол кезде бізге сенім керек. Жақында Кейти есімді әйелден хат алдым. Бір аяғының башпайлары жоқ, солай туылған екен, бала күнінде емделіпті. Денсаулығына байланысты жұмыстан шығып қалған. 20 шақты операция жасатқан. Жасы 30-да. Тұрмысқа шыққан. Осы жағдай неге өз басына түскені қатты ойландырып, маза бермейтінін айтыпты. Жазбаларымды менің айтқандарымды тыңдап, оқып, Кейти бұл сұраққа жауап бере алмайтынымызды және жай ғана Құдайға сену керектігін түсінгенін айтты. Құдай өз құдіретін уақыт өте көрсетеді. Оған дейін тек сену керек. Сізге шын жүректен ризамын. Енді сіз секілді Құдайдың сүйікті құлы екеніме сенемін. Күндердің бір күнде сізбен жеке кездесіп, құшақтап, менің жолымды ашып бергеніңіз үшін алғыс айтамын деп жазыпты. Кейти өзі көре алмайтын және түсіне алмайтын ғажайыпқа сенген сәттен бастап, бойына ерекше күш бітіп, үміт отын жақты. Сенім деген күш. Шешімін таба алмайтындай көрінетін мәселелерге душар боласыз, оның шешімін іздеу барысында сенімге үміт артуға тура келеді. Жауабы табылады және қиын күндер артта қалады. Менің сіздерге сенім жайында айтып отырғанымның себебі жақсы күн келетініне толықтай сенген жөн. Нақты дәлелдей алмасам да, нық сеніммен айта аламын. Сеніммен өмір сүрсем, басқаларға қарағанда ақиқатқа әлдеқайда жақын боламын. Жыл сайын мыңдаған оқушылардың алдында сөз сөйлеймін. Әр кез өзін көзбен көре алмайтын нәрсеге де сену қажеттігі жайында айтамын. Кейде балақайлар менен қорқып жатады.
Неге екенін білмеймін, бойым олармен бірдей ғой негізі. Сол кезде оларға өз жасыма сай еместігімді, тым кішкентай екенімді айтамын. Олар маған үйренгенше әзілдеп, біраз күлдіріп аламын. Тұрпатым оларды қорқытпайтындай болғанда, көп балаларға кішкентай аяғымның ұнап тұрғанын байқаймын. Олар аяғыма қадалып қарап әңгіме қылып тұрады. Сол сәтте бірден өзімнің тауықтың табанындай аяғым жайында әзілдей бастаймын. Бұл теңеу оларды одан сайын күлдіреді. Қарындасым Мишель менен 6 жас кіші. Кішкене аяғымның тауық табанына ұқсайтынын ең алғаш сол байқаған еді. Отбасымызбен жиі саяхаттайтынбыз. Сол кезде мені Мишельді және Ааронды көліктің артына отырғызып қоятын. Көптеген еркектер секілді, әкем жолда тоқтағанды ұнатпайтын. Қарнымыз ашқанда анам мен әкеме білдіру үшін жыбырлай бастайтынбыз. Үлкендер сонда да назар аудармаса, әдейі қылжақбастанып, бір-бірімізді жеп қоятындай түр танытатынбыз. Сондай саяхаттың бірінде Мишель әзілдеп, кішкентай аяғымды жегісі келіп тұрғанын, себебі оның тауықтың табанына ұқсайтынын айтты. Оның сөзіне сол кезде күлдік, кейін естен шығып кеткен болатын. Бірақ бірнеше жылдан кейін Мишель үйге күшік алып келді. Мен отырсам, ол кішкентай аяғымды тістегісі келетін. Оны қуып жіберсем де, қайта-қайта келе беретін. Көрдің бе, деді Мишель, сенің аяғыңның тауықтың табанына ұқсайтынын тіпті күшік те біледі. Бұл әзіл маған ұнады. Сол кезден бастап мектеп оқушыларына осы әзілді айтып беремін. Оларға кішкентай аяғымды көрсетіп, менде біреу ғана ма деп сұраймын. Бұл сұрақ әдетте оларды қатты шатастырады. Олар тек біреуін көріп тұр, негізінде екеу болу керек қой. Балалардың көбі көзі көргенге сеніп біреу дейді. Сонда мен оларға оң жағымдағы одан да кішкентай аяғымды көрсетемін. Ол әдетте көзге көріне бермейді. Кейде оны қимылдатып оқушыларды біраз шошытып аламын. Олар қаша бастайды. Балалардың табиғаты өте қызық. Көзбен көрмесе сенбейді. Одан соң дәл сіздерді сендірген секілді, оларды да шексіз мүмкіндіктер күтіп тұрғанына сендіре бастаймын. Ең бастысы, қиындыққа мойымау, ең қиын сәттерде де алға жылжу. Өміріңіз тек көре алатын ғана емес, елестете алатын да дүниеден тұратынын ұмытпаңыз. Нақ осы сезім сенім деп аталады. Күдік. Менің қиялым Құдайдан, оған сенемін. Аяқ қолсыз ақ өмірімді көркейте алатыныма толық сенімдімін. Мүмкін емес дегенге сенбеңіз. Бәрі мүмкін. Арманыңызға жету үшін қолыңыздан келгеннің бәрін істесеңіз, еңбегіңіз еш кетпейтініне сенімді болыңыз. Кейде сеніміміз еңбегіміз жемісін бергенге дейін ақ шындыққа айналып жатады. Бұған 2009 жылы Колумбияға барғанда көзім жетті. 10 күн ішінде 10 қалада кездесу өткізуім керек еді. Уақыт тығыз, ал жол тым ұзақ болған соң, ұйымдастырушылар үлгеру үшін шағын бір ұшақты арнайы дайындап қойған. 8 адам едік, оның екеуі ұшқыш, екеуінің де есімі Мигель, екеуі де ағылшынша мүлде түсінбейді. Бірде ұшып бара жатқан кезімізде борт компьютерінің ағылшын тілінде сақтан дегенін естідік. Компьютер биіктікті анықтаған кезде құлап бара жатқанымыз белгілі болды. 600 фут, 500 фут, 400 фут. Компьютер ұшқыштарға белгі беріп жатты. Онша қорықпадық, бірақ салондағы атмосфера өзгеріп кетті. Көмекшімнен компьютерлерді бірінші Мигельден екінші Мигель жаққа ауыстыруға болмас па екен деп сұрадым. Көмекшім, ұшқыштар құлап бара жатқанымызды білмейді дейсің бе? Деп сұрады. Не айтарымды білмедім, уайымдамауға тырыстым. Бақытымызға орай, аман есен қондық. Кейінірек аудармашылардың бірі ұшқыштарға компьютердің ескерткені жайлы айтқанда, олар күліп жіберді. Компьютердің не дегенін түсіндік деді екінші Мигель, бірақ қонар кезде біз ондай ескертуге назар аудармаймыз. Ұшқыштарыңызға сеніңіз, Ник. Иә, мойындаймын, дәл сол сәтте ұшқыштарға деген сенімім нық емес еді. Әншейінде Құдай мені үнемі көріп тұрады. Мен үнемі Құдайдың назарындамын дегенге шексіз сенетінмін. Сенімімнің құдіретін түсіндіру үшін айтайын. Менің шкафымда 2 пар бәтеңке тұр. Күндердің күнінде сол бәтеңкені киіп, серуенге шығатыныма шын жүректен сенемін. Бәлкім, арманым орындалып та қалар. Орындалмайтын да болар. Бірақ мүмкін екеніне сенемін. Егер жарқын болашақты елестете алсаңыз, ендеше сенуіңізге болады. Сеніміңіз болса, арманға жете аласыз. Өзіңізді ешқашан шектемеңіз.
Бала кезімде депрессияға түссем де физикалық жағынан қиналған емеспін. Қол аяғым болмаса да, дәл қазіргідей қызықта бақытты өмір сүргім келетін. Ол кезде көзім көргенге ғана сенетінмін. Мүмкіндіктерімді көрмейтінмін, өзімді шектеуге бейім едім. Мұндай шектеу әрбіріміздің бойымызда бар екен. Ешқашан баскетболдың жұлдызы бола алмайтынымды білемін, әйтсе де онда тұрған ештеңе жоқ. Есесіне, адамдарды жігерлендіре аламын, осы саланың жұлдызы бола аламын. Өзіңізді ешқашан шектемеңіз. Қолыңыздан бәрі келетіндей болыңыз. Қанша азап қайғы шегіп жүрсеңіз де, өміріңіз кенеттен күрт өзгеруі әбден мүмкін. Ғажапқа толы мұндай өзгеріс дәл қазір болмауы мүмкін. Кейде тіпті ғажап өзгерісті елестете де алмайсыз. Бірақ сеніңіз, бәрі жақсы болады. Кейде жеңілістің өзі жеңіске жетелейді. Серфинг. 2008 жылы Гавай аралдарында халықпен кездестім. Сонда әйгілі серфингші қыз Беттани Хэмилтонмен таныстым. Ол 2003 жылы жыртқыш акуланың шабуылына ұшырап, сол қолынан айырылып қалғантын. Ол кезде Беттани небәрі 13 жаста еді. Бұрын серферлер арасында танымал болған. Сондай апаттан аман қалып, сүйікті спортына қайта оралған кезде де Құдайға деген сенімін жоғалтпады. Ол осы оқиғадан кейін әлемге танылды. Қыздың батылдығы мен сенімі жұртты таңғалдырды. Қазір ол да мен секілді әлемді аралап, жұртшылықты жігерлендіріп жүр. Жалпы Беттани алдына қойған мақсатын былай түсіндіреді: адамдарды Құдайға сенуге шақыру және Құдайдың адамдарға әрдайым көмек беретінін жеткізу. Мен Құдайдың арқасында аман қалдым. Себебі сол күні 70%-ға жуық қан жоғалтқанмын дейді Беттани. Екеуміздің кездесуімізге дейін оның тарихын және өліммен бетпе-бет келіп, аман қалғанын білмейді екенмін. Беттани ауруханаға дейін 45 минуттық жол дұға жасап барғанын айтты. Парамедик те оны жігерлендіріп, Құдай сені қолдаусыз қалдырмайды деген. Бұл өте қайғылы жағдай еді. Ауыр азаппен ауруханаға жеткенде, операция бөлмелерінің ешқайсысы бос болмай шығады. Беттани көз алдында сөніп бара жатқан. Алайда аяғына операция жасау қажет болған бір пациент одан уақытша бас тартқан. Сонда дәрігерлер Беттаниге жәрдем береді. Хирургтың кім екенін білесіз бе? Ол Беттанидің әкесі. Жан түршігерлік оқиға, иә. Хирург операцияға дайындалып жатқанда алдына қызын алып келген. Сол операция қыздың өмірін құтқарып қалады. Қазір Беттанидің денсаулығы жақсы, өмірге деген көзқарасы жарқын. Дәрігерлер күткеннен де ерте жазылды. Акула шабуылынан кейін арада 3 апта өткенде, мұхит толқынның жалына қайта жармасты. Беттанимен әңгіме дүкен құрғанда өзін Құдайға деген сенімі жігерлендіргенін айтты. Қолынан айырылғанын да Құдайдың жоспары деп қабылдағанын жасырмады. Өзін мүсіркемейді, басына түскен сынақты қабылдап, өмір сүруді жалғастырды. Жалғыз қолымен шыққан алғашқы сайыстың өзінде 3-ші орын иеленген, сол бәйгеге әлемнің үздік серферлері қатысқаны белгілі. Беттани қолынан айырылғанын арты қайырлы жағдай деп түсінеді. Себебі жеңіс тұғырына көтерілгенде оны көптеген адам көріп жігерленеді. Құдай мен арқылы адам атаулыға жақсылық сыйласа екен деп дұға жасаған едім. Дұғамды қабыл етті. Жұртшылық тарихымды естігенде насихат тыңдағандай болды. Көп адам өзінің Құдаймен байланысын сезетінін, Құдайға қатты сенген кезде үміт оты жанып, бойына қиындықты жеңетін күш пайда болатынын айтады. Мұндайды естігенде дұға қыла бастаймын, себебі оларға жақсылықты мен емес, Құдай жасады ғой. Құдайдың жоспарына іліккеніме разымын дейді Беттани. Беттанидің ғажайып рухына таңданбау мүмкін емес. Акула шабуылынан кейін спортпен қош айтысқан болса, оны былайғы жұрт есіне алмаста еді. Ол серфинг тақтайшасында тұруды қайтадан үйренуге мәжбүр болды, одан сескенген жоқ. Басына ауыртпалық түсті, алайда жеңіс үшін қайта күресті. Толқындар тулағанда. Егер басыңызға алағайда бұлағай күн туса, арманыңыз алыстап, ұнжырғаңыз түссе, сенімі мығым, рухы мықты сол өжет қызды есіңізге бір алыңыз. Өмірде бәрі де мүмкін. Әрбірімізді өмір толқыны әрқалай келіп соғады. Мүмкін сіздің проблемаңыз акула емес шығар. Сіз өмір арнасынан қайранға шығып қалғандай күйге түссеңіз, дүниедегі ең қауіпті, жыртқыш балықтардың бірінің шабуылына ұшырып, аман қалған, тіпті өзінің сүйіктісіне қайта оралып, жетістікке жеткен қайсар қызды ұмытпаңыз.
Бетанидің өмір салтынан шабыт алып, өзімнің бұрыннан армандап жүрген ісіме көмектесуін сұрадым. Арманым серфинг үйрену еді. Бетани бірден келісіп, Вайкики жағалауына барайық деген ұсыныс жасады. Серфингті тарихи жерде үйренетін болдым деп қуанып кеттім. Бұл жағалауда Гавай патшалары мен патшайымдары асау толқынды тізгіндеген. Бойымда аздаған қобалжуда жоқ емес еді. Бетани менің тақтайшамды балауызбен сүртіп, жағалауға шыққанымызда серфинг жұлдыздары Тони Мониз бен Ланс Хуканамен таныстырды. Жоспарыңыз бен мақсатыңызды жүзеге асырмақ болғанда аздаған сенімсіздік болса, онда сізге көмектесуге бел буған жақыныңызға осы істің маманына толық сеніңіз. Серфинг үйренгенде дәл солай жасадым. Құдай біледі, осы үшеуінен артық ұстаз таба алмас та едім. Олар ең алдымен тақтай мен газонға шығарып тепе-теңдік ұстауды үйретті. Олар менімен кезек-кезек сырғанады, ақылдарын айтты, көңілімді көтерді. Ең алғаш Бетани екеуміз мұхит кеңістігіне шыққанда бойымды қорқыныш биледі. Себебі екеумізде екі аяқ, бір қол ғана еді. Оның үшеуі Бетанидікі серфингті қатты үйренгім келді. Себебі судан қорықпайтынмын, жақсы жүзе алар ем. Бірақ тақтай үстінде өзімді ұстай аламын ба, тіпті маманның көмегін пайдаланғанда құлап қалмаймын ба, соны ойладым. Менің ерікті көмекшілерімнің бірімен 360 градусқа айналып түстік, енді бірде тақтайымнан ұшып кетіп, Бетаниді қақтым. Осыдан кейін серфингке жалғыз шығып көрейін дедім. Қалауым қабілетіме сай келмесе де, алған бетімнен қайтпадым. Ақыры, серфингке жалғыз шықсам құламайтыныма достарымның көзі жетіп, рұқсат берді. Толқынға жармасып тік тұруым үшін тақтайыма сан қабат орамалды байлап қойды. Мен тақтайға шыға алатыныма сенімді болдым. Толқын қуалап, жылдамдық артқан кезде орамалға жармасып тақтайға шықтым. Негізі, ерік пен жігерге кедергі жоқ. Сол күні Вайкикиде серфингтен жарыс өтіп жатты. Бізді көрген көрермендер шулай бастады. Аздап қобалжыдым, есесіне мамандардан көп кеңес алдым. Сенің шынымен де сумен арпалыспақ ойың бар ма, бауырым, тақтайда қалай тепе-теңдік ұстар екенсің, білмеймін, қол аяғың жоқ. Ба. Жүзе аласың ба? Акулаға жеткізбей қашаласың су ішінде өзімді өте жақсы сезіндім. Жүзуге қиналған емеспін, әйтсе де көбіне ағыс алып кетеді. Қайда кетіп қалатынымды мүлде білмеймін. Кейде тура Австралияға, ата-анамның есік алдына апарып тастай тындай көрінеді. Сол күні ауа райы тамаша болып тұрды. Бетани менімен қатар жүзіп демеп келе жатты. Толқын көтергенде тақтайға тұрсам болды, құлап қала бердім. 6 мәрте талпындым, 6-ауында да құладым. Сонда да райымнан қайтпадым. Асау толқында менімен алысып бақты. Көп адам бақылап тұрды. Жағалай камерада аз болған жоқ. YouTube желісіне қолынан ештеңе келмейтін, қауқарсыз мүгедек ретінде шыққым келген жоқ. Бала кезімде скейтбордпен жақсы сырғанушы едім, сондықтан тақтайды да жатырқаған жоқпын. Ақыры, 7-ші рет толқынның жалын ұстағанда тақтайға тұрып, толқынмен бірге көтерілдім. Бұл тілмен жеткізе алмайтын қуаныш, ғажайып сезім еді. Бақыттан алақайлап, айғайлап та жібердім. Мұхит жағалауына қарай алып толқын үстінде жүйткіп келе жаттым. Жағалауға жиналғандардың бәрі ысқырып, қиқулап, маған жанкүйер болып тұрды. Жеңіске жеттім. Мықты жігіт екенімді түсіндім, маған бәрі бауырым тамаша деп жатты. Бұдан кейін біз 2 сағаттай толқынның көтерілуін күттік. Толқын көтерілген соң шамамен 20 рет жүздім. Жарыс өтіп жатқандықтан фотографтар да көп еді. Мен серфер журналының мұқабасына шыққан тұңғыш мүгедек серфер болдым. Сол күнгі теңізді ұмыту әсте мүмкін емес еді. Осы оқиғадан кейін сұхбат берген Ланс Хукано, мен өмір бойы теңіз жағалауында жүрмін, бірақ дәл бүгінгідей сезімді ешқашан басымнан кешіп көрмедім. Ник мен өмірде көрген жігіттердің ішіндегі ең мықтысы. Оған су ұнайды. Оның қанында теңіз суы бар. Бұл әлемде бәрі де мүмкін екеніне енді сенемін деді. Бұл жөнде сіздер де ойланып көріңіздерші. Бәрі мүмкін. Күрделі мәселеге тап келсеңіз, өзіңіздің шарасыздығыңыз бен әлсіздігіңіздің бетіне тура қарап, бәрі мүмкін екеніне сеніңіз. Сіздің алдыңызда үміт есігі ашылмай тұрған шығар. Бірақ жағдай өзгереді, шешім табылады, жәрдем сіз ойламаған жерден келеді. Осыған сеніңізші, көмек көбіне біз ойламаған тұстан келеді. Сол сәтте бәрі расымен мүмкін болып шығады.
Әлемнің ең ғажайып жағалауларының бірінде аяқ-қолы жоқ адам серфинг үйренді. Олай болса, шынымен сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сенім күшейгенде. Інжілде егінші туралы тәмсіл бар. Шаруа дән себеді. Оның кейбірі жолға түседі, оларды құстар теріп жеп кетеді. Ал енді біразы тастың үстіне түседі, ол ешқашан өніп шықпайды. Енді бірі арам шөптің арасына түсіп, одан өніп шыға алмай қалады. Тек құнарлы жерге іліккен дән ғана өсіп өніп, шаруаға мол несібе береді. Өмірде де солай. Біз дәнді алып қана қоймаймыз, жүрегіміздің құнарлы жеріне егеміз. Қиын жағдайға кезігіп, салымыз суға кеткенде, жақсы өмір туралы үмітіміз бен арманымызды еске алсақ жеткілікті. Арман жүрегіміздегі өмір дәнін өсіретін құнарлы орта. Мені жақсы көретіндердің барлығы әрқашан маған қолдау білдіреді. Олар жүрегіме дән егеді, басқаларға көмектесе алатын қасиетім бар екеніне сендіреді. Кейде оларға сенемін, кейде сенбеймін. Бірақ жақындарым ешқашан жеңілмейді. Кейде дәннің тасқа не арам шөптің арасына түсетінін біледі. Әйтсе де түптің түбінде өсіп өніп мол өнім беретініне кәміл сенеді. Атанам күнде таңертең мектепке кетіп бара жатқанымда жүрегіме дән егетін. Күнің сәтті өтсін, балам. Барынды сал, Құдай сонда ғана көмек береді. Кейде, әрине. Құдай менімен аяусыз әзілдеседі. Не істесем де қалай талаптанып талпынбайын, бүгін мектепте тағы да мазақ болатынымды анық білемін деп ойлайтынмын. Мектептің табалдырығын аттаған бойы біреу арбамның дөңгелегіне тиіссе, енді бірі оған аяғын тіреп, сөреге қол созып кітап алатын. Сырттай күлкілі көрінуі мүмкін. Осындай күндері таңертеңгі ата-анамның еккен дәні тасқа түскендей көрінетін. Олардың таңғы тілегі орындалмайтын. Мүгедектігім, керісінше жаныма бататын. Алайда суға тұншығып өлемін деген оқиғадан кейін дәннің көбі құнарлы жерге түсіп жатты. Табандылығым мен ақжарқын мінезім сыныптастарымның жүрегін ақыры жаулап алды. Әрине, көңілсіз күндерде болмай қалған жоқ. Бірақ уақыт озған сайын бұлтты күндерім азая берді. Норман Винсент Пил деген тамаша жазушы бар. Сол қаламгер, өмірің қандай сұрықсыз болса да, көзіңді ашып мүмкіндік ізде. Талмай талаптансаң, түбі керегіңді табасың, өйткені оның бәрі төңірегіңде толып жатыр деп жазған еді. Мүмкін шіріген бай болмассыз, бірақ алдыңыздағы мүмкіндіктерді әрқашан көре біліңіз. Жүректе кәміл сенім болмаса, ештеңеге жете алмайсыз. Қашып құтыла алмайтын қиындықтарға сабырмен қарсы тұрып, қайғы мен ашуды жеңуіміз керек. Мен өмірдің мүмкіндіктерін ертерек көре бастадым. Қанатсыз пырақ деген алғашқы кітабымды жазғанымда 6-7 жаста едім. Тақырыптың неге айғайлап тұрғанын түсіну қиын емес. Бұл бір өмірлік тәжірибеден туған, сенім туралы тәмсіл еді. Соны қысқаша баяндап берейін. Ертеде пырақ ана құлындайды. Алайда құлыны қанатсыз өседі. Анасы уайымға салынып, құлыншақ неге қанатсыз туды екен деп ерекше қайғырады. Құлыншақ бірде серуенге шыққанда қалықтап ұшып жүрген пырақтарды деп көреді. Сол сәтте жанына кішкентай бала келіп, сенің қанатыңа не болған? деп сұрайды. Балақай, менде ешқашан қанат болған емес, жауап береді құлыншақ. Сонда әлгі балақай, саған пластиктен қанат жасап берейін бе? дейді де, дереу пластиктен қанат жасауға кіріседі. Қанат жасап берген соң, енді мені арқаңа мінгізіп алып ұшыршы дейді балақай. Сонда құлыншақ қолдан жасалған қанатын қағып жіберіп, көк аспаннан бір ақ шығады. Самғап келе жатқан пырақ құлыншақ, ақыры ұштым. Өмірде бәрі мүмкін, деп айғай салады. Бірақ құлыншақ балақайды жерге түсіреді де, өзі қайта ұшып кетеді. Шебер балақай қанатын құтты болсын деп қол бұлғап қалады. Бала үйіне келіп болған оқиғаны ата-анасы мен бауырларына баяндап береді. Пырақ ұзақ әрі бақытты өмір сүреді. Бәріміздің де ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешкіміз келеді. Қиындық атаулыны жеңіп, бақытқа жететініңізге неше жерден сенімді болсаңыз да, әйтеуір бір түңілуіңіз мүмкін. Алайда қандай қиындық болса да, оны жақсылықпен тындыру өмірлік мақсатыңызға айналуға тиіс. Бойыңыздағы бар күш қайратты осы жолға неге сарп етпеске? Сабыр түбі сары алтын. 2008 жылы аяқ-қолсыз өмір ұйымындағы көмекшілерім 14 елге саяхат ұйымдастырды. Шығынды есептеп қаржы жинай бастадық. Кәсіби қайырымды лық қоры болмаған соң, мақсатымыз арманға айналып бара жатты.
Қажет қаржының 1/3 ғана жинай алдық. Тым болмағанда 4 елді аралаймыз деп шештік. Ол Колумбия, Украина, Сербия және Румыния елдері еді. Алайда үйге қайта оралғанымда көмекшілерімнің қалған қаржыны әлі жинамағаны белгілі болды. Осы жерде бата көкем ой қосты. Алғашқы тізімнен 2 елді алып тастағанымыз жөн деді. Ақшаны үнемдеу үшін емес, әрине. Үндістанда, әсіресе Мумбайда, сонымен бірге Индонезияда жағдай тұрақсыз дегенді жиі естиміз. Оның үстіне қаржыда толық жиналған жоқ. Бұл елдерді келесі жолға қалдырайық деді көкем. Көкем өте ақылды кісі, онымен дауласып жатпадым. Іле-шала Флоридаға халықпен кездесуге аттандым. Кездесуді ұйымдастыруға 450 ерікті қолғабыс берді. Олардың ниетіне шынымен тәнті болдым. Калифорнияға қайтып келе жатқанда саяхатты жалғастырамыз деген тоқтамға келдім. Құдай маған бір белгі берсе деген ниетпен дұға еттім. Қаржылай қиындықпен қауіпке қарамастан Үндістан мен Индонезияға қалайда баруым керек деп шешімде қабылдап қойдым. Алдымен өзімді емес, өзгені ойлағаным жөн емес пе? Қаржыға емес, сенімге арқа сүйейтін ниетімді талқылауға бата көкем кешкі асқа шақырды. Ас үстінде эмоциямды жасыра алмай, ойымды жайып салдым. Менің қолымнан басқа не келеді дейсіз? Бата көкемде құлшынысымды қолдап, көп адаммен кездескен сайын жүрегім жарылардай қуанышқа кенелетінімді, көңілім өсетінін түсінді. Ниетімізді Құдай қолдап қалар, 1-2 апта күте тұрайық деп сабырға шақырды. Қиындықпен бетпе-бет келгенде әп-сәтте беріле салуға, одан басында ала қашуға болмайды. Жағдайды бағамдап, шешімін іздеп, барлық істің тек жақсылыққа жол салатынына сеніңіз. Сабыр жетістіктің кілті. Көктемде жерге дән сепсеңіз, ауа райы қандай қолайсыз болса да, тіпті жел соғып, дүлей дауыл тұрса да, күзде өнім күтесіз. Көсе көлденең кедергіге тап болсаңыз, ақымақ адамдай басыңызды қабырғаға соқпаңыз. Қателік адамды шыңдай түседі. Осы уәжіме иланыңызда кез келген тығырықтан шығар жол, оңтайлы шешім іздеңіз. Әлемді аралауға қаржымыз жетпеді. Алайда қол қусырып қарап отырған жарамас деген оймен қолда бар қаржыға тәуекел еттік. Дұға жасадық, шешім іздедік, жабық есік ашылып, бізге мүмкіндік берілетініне сендік. Есте ұстаңыздар, тығырықтан шығуға ізденіс керек. Мақсатыңыз шынайы болсын. Әрекет етпесеңіз, мүмкіндікке жол ашылмайды. Саяхатқа қажетті қаржыны әп-сәтте жинап алдық деп айта алмаймын. Бірақ өмірімізде өте қызықты бірнеше жағдай орын алды. Бата көкемнің үйіндегі кешкі астан кейін 2-3 күн өткенде, Флоридаға барғанымды естіген Брайан Харт есімді адам хабарласып, біздің қорға үлкен қаржы көзін аударғысы келетінін жеткізді. Осы екі арада Индонезиядан хабар жетті. Әлдекімдер Гонконгтегі 2 стадионды жалға алып бергісі келетінін айтты. Біз барған соң ондағы барлық шығынымызды жабуға уәде берді. 2 күннен соң Калифорниядағы бір қайырымдылық қоры саяхатқа жететін қаржы аударды. Қаржы мәселесі осылайша шешілді. Енді қауіпсіздігімізге алаңдадық, алайда Құдайға сенім артамыз деп шештік. Құтқарушы күш. Кез келген істің бір қайырымы болады. Қаржының тапшылығына байланысты Үндістанға жоспарлаған сапарымызды кейінге қалдырған болатынбыз. Дегенмен қаржы табылған соң райымыздан қайттық. Жоспардан 1 апта бұрын Үндістанға жол түсті. Шамасы, сапар кестесінің сәл-пәл өзгеруі біздің өмірімізді сақтап қалды-ау деймін. Мумбайдан кеткеннен кейін арада 2-3 күн өткенде, біз тоқтаған Тәж қонақ үйіне, әуежай мен оңтүстік темір жол вокзалына лаңкестік шабуыл жасалды. Оқиға кезінде 180-ге жуық адам қайтыс болып, 300-ден астам адам жараланды. Егер біз Мумбайға әу бастағы кесте бойынша барғанымызда, сол шабуылға тап болып, құрбан болып кетер ме едік? Кім білсін? Бізді Құдай қақты. Көрер жарығымыз бар екен. Өмірдің өзін жеңу. Осы тараудың басында сол жағыма біткен, өзіме өте қажет кішкентай аяғым жайында жазған болатынмын. Осы аяғыма разымын. Шүкір, өнертапқыштар сол аяғыма арнап ыңғайлы дүниелер ойлап тауып жатыр. Джойстиктер мен сенсорлы экрандар өте ыңғайлы. Балалық шағымда өзімде, ата-анамда армандай алмаған өмірді қазір көріп жатырмын. Мүмкіндігім шектеулі екені рас, әйтсе де заманауи технологиялар мен сенімнің арқасында қиындықтың бәрі артта қалғандай. Егер менің хикаям, тағдырым сізге қызық болмаса, онда Кристи Браунның өмір жолымен танысып көріңіз. Кристи Ирландияның Дублин қаласында 1932 жылы дүниеге келген.
22 баланың 10-шысы. Олардың тек 13-ы аман қалған. Дүниеге қол аяғы семіп келген соң оңайлықпен қимылдай алмады және сөйлегенде ерекше қиналады. Дәрігерлер дерттің неден пайда болғанын айтып бере алмайды. Ұзақ жылдардан соң ғана оған өте ауыр формадағы церебралды паралич деген диагноз қояды. Кристи ұзақ уақыт бойы дұрыс сөйлей алмағандықтан дәрігерлер оның ақыл есі дамымай қалған деп ой-ладжылы сөйлеп жақын тартуы. Анасы болса, ол психикалық кеселге шалдыққан жоқ. Есі дұрыс, тек адаммен қарым-қатынас жасай алмайды деумен болады. Басқа туыстары баламен ойнап күліп құшағын алады. Кристидің денесінің тек сол жағы істейтін. Бір күні ол қолына бор ұстап, шимақтап жаза бастайды. Уақыт өте келе, Кристи сол аяғымен сурет салуды да, жазуды да үйренді. Менің ата-анам секілді, оның да ата-анасы ұлдарына жарқын болашақ сыйлағысы келді. Ескі арбасымен ары-бері сүйреп, дертке дауа іздейді. Кристи де жүзіп үйренеді. Кейін Джон Хопкинс деген дәрігерді жолықтырған. Ол Кристиді ауруханаға орналастыруға көмек берген. Уақыт өте келе сол дәрігер Кристи сияқты церебралды паралич кеселіне душар болған басқа да балаларға арнап арнайы аурухана ашады. Дәрігер Кристиге оқуды үйретті. Ирландияның әйгілі жазушылары Кристидің шығармашылығына ерекше әсер етті. Ол алғаш рет менің сол жақ дене мүшелерім деген естелік кітап жазды. Кітаптың кең танылғаны сонша тіпті оқиға желісімен кинода түсірілді. Фильмдегі басты рөлді Даниэл Дэй-Льюис сомдады. Осы рөлді сәтті сомдаған үшін Дэй Оскар сыйлығына лайық деп танылды. Кристи одан кейін тағы 6 кітап жазды. Сонымен бірге ол шебер суретші де болатын. Кристи Браун мен оның туыстары бастан кешкен шерлі күндер жөнінде бір сәт ойланыңызшы. Оның денесінің жартысы ғана істейтін, тіл қата алмайды, тек бірнеше дыбысты ғана шығаруға қауқары бар еді. Соған қарамастан, ол әйгілі жазушы, шебер қылқалам иесі атанды. Мұнымен шектеліп қана қоймай, Оскар сыйлығын алған фильмге арқау болды. Демек, өмірде тарихтан алар тағылым мол. Ал сіз тағдырыңыздың сыйын көріп білгіңіз келмей ме? Тәтті күндерге талпыныз. Балалық шағымда алдағы өмірімнің қалай қалып тасатынын елестете алмадым. Өзіме ерекше көңіл бөлгенім сонша менен де жағдайы мүшкіл Кристи Браун секілді адамдарды ойлауға шамам болмады. 13 жасында жол апатына түсіп, жарақаттан зардап шеккен бір австралиялық туралы мақала оқыдым. Есімде қалғаны, апатқа түскен адамның тұла бойы түгел семіп, тілден қалған, қимылдай да алмайды, төсекке таңылып жатыр. Өмірінің соңына дейін солай жататын көрінеді. Апаттан зардап шеккен адамға қаншалықты қиын екенін тіпті елестете де алмадым. Осы оқиға менің көзімді ашты және өмір жайлы көзқарасымды өзгертті. Өмір сүру қиын боларын түсіндім, бірақ шүкіршілік айтатын жағдайда жоқ емес. Алдымда мүмкіндіктердің қол бұлғап тұрғанын сездім. Айткым келетіні тағдырыңызға сеніңіз. Сіздің тау қопаратын күшіңіз бар. Жаңа мүмкіндік бірден көзге шалынбайды. 15 жасында зағип болып туған бір адам жайында Інжілден оқыдым. Әлгі зағип адамды көрген Иса пайғамбардың шәкірттері ұстазынан күжілі сөйлеп жақын тартуын кім жасаған? Өзіме, әлде ата-анасы ма? Деп сұрапты. Дәл осы сұрақты мен де өзіме қойдым. Бәлкім, ата-анам аяғын шалыс басқан болар. Мүмкін мен бір жерден қателескен шығармын. Неге осылай тудым? Иса пайғамбар, ол да, оның ата-анасы да күнә жасаған жоқ, оған Құдайдың назары түскен деп жауап береді. Бұл сөзді зағип адам естіген кезде өміріне деген көзқарасы мүлдем өзгеріп сала берді. Бала күнімде осы оқиғаның маған қалай әсер еткенін білсеңіздер ғой. Оған дейін өзімді кемтар сезініп жүретінмін, алайда күтпеген жерден өмірімнің басқа қырларын көре бастадым. Содан бері қандайда бір күнім үшін жаза арқалап жүрмін деп ойламаймын. Дүниеге осы кейпімде келуім Құдайдың қалауы. Менің өмірге неліктен мүгедек болып келгенімді ешкім білмейді. Әлгі адамның да не үшін соқыр болып туғанын ешкім түсінбеді. Тек Құдайдың ісі деген жауап айтылды. Осындай пайым маған шаттық пен күш-жігер сыйлады. Құдайдың мені әншейін жарата салмағанын алғаш рет сол кезде түсіндім. Сол зағип жан Құдайға қызмет етіп көз жанары ашылады. Маған аяқ-қол біткен жоқ, есесіне бірте-бірте мақсатым айқындала түсті. Өзіңізді мазалаған бар сауалдың жауабын бірден табу мүмкін емес. Адамға сенім керек.
Мен өмірдің теңдессіз мүмкіндік сыйлайтынына сендім. Бұған мен сене алған болсам, сіздер де сенесіздер. Бала күнімде қол аяғымның болмауы көп халыққа, мыңдаған жандардың жүрегіне үміт сыйлайды деп мүлде ойламаппын. Ауыр кезеңнен өтіп, өмірдегі қиындықты жеңу әсте оңай емес. Қиындықты қуана қарсы алатын адам сияқты көрініп, өзіңізді алдарқатудың қажеті жоқ. Бірақ алда сізді қызық күндер, қуанышты өмір мен мағыналы ғұмырдың күтіп тұрғанына шын жүректен сеніңіз. Келер күнге көз тастаңыз. Еліктеу. Жоғары сыныпта оқып жүргенімде, мектепке әйгілі америкалық шешен Реджи Даббс келіп, оқушылар алдында сөз сөйледі. Өз тағдырыңа деген сенімнің күшіне алғаш рет сол кезде куә болдым. Сол күні оған оңай болған жоқ. Кездесуге 600,000-ға жуық жасөспірім келді. Ауа райы өте ыстық әрі ылғалды еді. Дыбыс нашар, кейде тіпті мүлде естілмеді. Жасөспірімдерді әңгімеге ұйыту оңай емес, алайда Реджидің сөзі барлығының көңілін жаулап алды. Өзінің Луизианадағы бір жезөкше қыздан туғанын айтты. Анасы түсік жасатуға барып, Реджидің бақытына орай соңғы сәтте айнып қалған. Қыздың не отбасы, не басында баспанасы болмағандықтан жүктілік оған шынымен де жүк болған. Сөйтіп, жалғыз қалып, бақытсыз күн кешіп жүргенде, бұрынғы мұғалімінің қиналсаң хабарлас деген сөзі есіне түседі. Ол ғажап әйелдің есімі миссис Даббс еді. Ол Теннессиден Луизианаға арнайы келіп, жүкті қызды өзімен бірге алып кетеді. Ол кезде өзінің 6 баласы бар еді. Бірер айдан соң ұл бала дүние есігін ашады. Даббстар Реджиді асырап алып, оған өз тегін береді. Жаңа отбасы баланы өте қатал тәрбиелейді, әрі оның бойына адамгершілік қасиетін сіңіре біледі. Өмірде қандай жағдай болмасын, оның түйінін шешесің бе, жоқ әлде қиындық деп қабылдайсың ба, одан мүмкіндік көресің бе, барлығы да өзіңе байланысты деп өсіреді. Реджи әрдайым дұрыс шешім қабылдағанын, алдынан үнемі жаңа мүмкіндік ашылады деп күтетінін айтты. Жаман қылыққа жолағысы келмейді, себебі алда көптеген жақсылық күтіп тұр деген ойға беріледі. Реджи, сен өткен өміріңді өзгерте алмайтының ақиқат, ал келешегіңді қалай құбылтам десең де өз қолыңда, деп ашық айтты. Бұл сөз жадымда мәңгілікке жатталып қалды. Реджидің осы сөзін ешқашан есімнен шығарған емеспін. Оны құлақ салып тыңдағандардың бәрі де ұмытқан жоқ деген пікірдемін. Жүрегімдегі құнарлы топыраққа сол күні тағы бір дән егілді. Шешендік өнерді игеріп, ел алдында сөз сөйлеуді кәсіп етсем деп сол сәттен бастап ойлана бастадым. Қарапайым жігіттің бірнеше минут ішінде көптеген адамға жақсы әсер ете алғаны ерекше ұнады. Бұл маған ғажайып мүмкіндік бастау болып көрінді. Бүкіл әлемді шарлайсың, көпшілік алдында сөз сөйлеп, жігерлендіресің, әрі адамға үміт сыйлағаның үшін ақы аласың. Сол күні мектептен қайтып келе жатып, мүмкін күндердің күнінде мен де үлкен сахнаға шығып, жұртшылыққа ерекше өмірім жайында әңгімелеп тұрармын, деп ойладым. Дәл қазір сіз айқын соқпақты көре алмай тұрған шығарсыз. Алайда бұл мүлде тығырықтан шығар жол жоқ дегенді білдірмейді. Сеніңіз, сіздің айтарыңыз әлі алда. Өмірдегі жолыңыздың шын мәнінде ғажап болатынына сенімдімін. Достар, аудио пішімде тыңдағыңыз келетін басқа кітаптарды жазыңыз. Лайкіңіз бен түсініктемелеріңіз үшін рахмет. Егер әлі жасамасаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сізге жақсылық тілейміз.